Мына жерде мойка ашып жатыр, короче. Мойщик бала бар. Аты бадан басады, адам от бітеді. Ортасында қасы бар. Таулардың ортасында жүр әйтеуір. Таулар екіге бөлінеді. Екі тау тұр екен ғой мына жерде. Түсірейін ба, түсірмей қойын ба сен? Ойбай. Мынау. Не дейтін мынаны? Коллекция. Коллектив дейін деп жатыр. Типа коллекция ғой? Садикке алып қойдырсын. Садик. Мен қызым садикке алып көреді. Мынаны М10-ке салу керек. Ораз келді. Оған Жоқ. лазер кілттері кіреді, по-любому сызылады. Жохан компрессоры. Sen karayorduk. Менттен қашатын бала қайда? Ашылуы Әне. Келді деп. Братан жалғыз мен емес бірақ алай. Тарихи Рома сондай мен ашқан еді, по-любому болды. Түнімен қағайтын жігіттер міне. Менттен қашатындар. Ұстап жүремін ғой, залим жүрсем. Камера дейін сұрай алмау керек. Камераға кіре ма? Бітіне айтқым келеді, Нұреке қойшиш, болмайды ғой мына тірлікті. Сол ғой, білем. Каканашты қайтса көріп, бетіне болғаншы. Берге. Мен жаяу басып бара жатырмын. КТМ сатылды. Мотоциклмен жүретін едік. Мопедім бар еді, оны да арендаға беріп жібердім. Енді оны қайтадан сұрап алу ыңғайсыз. Енді уақытын айдасын арендаға алған. Содан кейін берсе мопедпен де жүрерміз. Оны таксимен кетуге де болатын еді, просто жаяу жүрейінші дедім да. Көп болды жаяу жүрмегелі. Мопедке, мотоциклге көшкеннен кейін жаяу жүру, автобусқа міну деген нәрсе қалды ғой. Санда жаяу жүріп тұру керек. А то еріншек болып кетеміз. Солай жігіттер. Мотоциклді просто алдында видеода да айтқан шығармын. Бұйырса А категория алып алып, содан кейін қайтадан мотоцикл алмасам. И плюс в данный момент маған мотоцикл особо қажет емес екен. Қызығын көрдік енді, скоростын көрдік. Айдап үйрендік. Бұйырса Құдай қаласа алармыз одан да мощнее. Правамызды, категориямызды алып алып, спокойно айдарымыз бұйырса. Солай жігіттер. Өмірде кейде атпен жүресің, кейде есекпен жүресің деген сияқты. Главное адамгершілікті ұмытпайық. Кейде мопедпен жүреміз, кейде мотоциклмен жүреміз. Солай. Жаяу келіп, ішім тысып видео түсіріп келе жатқанбыз. Сіздерге мотивейшн болсын деп. Сол астыңдағы тұлпарыңа қара. Хоть М8 болсын, танк болсын, разница жоқ. Главное адамгершілік. Мен де сол электроскутерден бастағам. 40-пен жүріп, жаймен жүреді, 45-пен жүреді, заряд өліп қалады. Оны 8 сағаттай зарядтайсың, айдайсың. Бәрі бензинаға жетпейді. Сол айтарым, электрический алам дейтін жігіттерге алмаған жақсы, негіз бензинін алған жақсы. Электрическийге қарағанда. Тем более доставкаға жарамайды ол. Просто оны жылы кезде айдайсың, қыста айдай алмайсың. Салқын кезде айдай алмайсың, аккумуляторы зиянда. Қыста айдасаң, ертең аккумуляторы тез шаршайтын болады, өйткені салқынға төзімді емес қой олар. Мопедті қыздырып қоясың да айдап кете бересің, қыста болсын. Главное өзің тоңбасаң болды. Мотоциклге қарағанда да мопед ыңғайлы қыста. Зырғанап, тайған кезде аяғымен тіреп қаласың да. Мотоцикл салмағы ауыр,
центр тяжести жоғары ода мопедке қарағанда. Сосын аяғың мопедтегідей алдында тұрмайды. Құласаң ұстап қалу қиын. Сол себепті мопед бәрібір де жақсы. Солай достар. Не айтамыз басқа? Сендер де ойларыңды комментария жазыңдар. Сенде қазір қандай скутермен жүрсің, қандай хоть машинамен жүрсің ба, электрическиймен жүрсің ба, мотоциклмен жүрсің ба? Главный адамгершілікте болайық. Коммент жазыңдар, лайк басыңдар. Сосын каналға подписаться етіп колокольчик басыңдар. Давайте.